Сәлеметсіздер ме? Бұл өзек жарды бағдарламасы және оның бүгінгі жүргізушісі Динара Болатбекқызы. Аңызға айналған тұлға, оңтүстік африкалық көрнекті мемлекеттік қайраткер Нельсон Мандела биыл 95 жасқа толды. Ол өзінің 67 жыл ғұмырын қоғамға қызмет етуге арнаған. Қара нәсілділердің азаттығы үшін жан аямай күрескен Нельсон Мандела Нобель сыйлығының бейбітшілік жолындағы лауреаты. Адамзат алдындағы сіңірген еңбегі үшін Біріккен ұлттар ұйымы оның туған күні 18 шілдені Мандела күні деп жариялаған болатын. Өзек жардың бүгінгі мейманы Оңтүстік Африка Республикасының Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісі Шириш Манаклал Сони. Ambassador, thank you very much for agreeing to speak to our channel on this. Оңтүстік Африка Республикасының тұңғыш қара нәсілді президенті Нельсон Мандела өзінің 95-ші туған күнін ауруханада атап өтті. Маусымның басында оның халі күрт нашарлады деген хабар дүниені дүрліктірген болатын. Оның денсаулығына қатысты соңғы ақпар қандай? How he felt on his 95th birthday? Look, thank you very much. Nelson Mandela is still in hospital. Мерейтой иесі екінші ай қатарынан Преториядағы ауруханада өкпе дертінен емделіп жатыр. Оңтүстік Африка Республикасының президенті Джейкоб Зуманың дәрігерлердің ақпарына сүйене отырып берген мәлімдемесінде Манделаның денсаулығы жақсарып келе жатқаны айтылады. Қызы Зинзида оның жағдайы біршама жақсарғанын мәлімдеді. Жақында оның қал жағдайын біліп, дәрігерімен сөйлесіп шықтым. Ол маған күлімдей қарап, қолын көтерді. Менің ойымша, ол жақын арада үйге келеді деді ол. 8 маусым күні Нельсон Мандела өкпе инфекциясының кезекті асқынуынан ауыр халде ауруханаға жеткізілген еді. Еліміздің президент әкімшілігі оның емделуі дұрыс нәтиже беріп жатқанын хабарлады. Бір адамның туған күнін халықаралық күн деп атау бұған дейін болмаған екен. Мандела әлем таныған және мойындаған қайраткер. Оған Нобель сыйлығы берілді. Халықаралық басқосуларда да оған 4-ден орын тиетін. Мұндай жетістіктің себебі неде? Look, Nelson Mandela is a global icon. Күрескер Нельсон Мандела өз ғұмырының 67 жылын бейбітшілік пен адамгершілік ісіне арнаған. Ол Оңтүстік Африка Республикасының демократиялық жолмен сайланған алғашқы президенті. Халықаралық деңгейдегі бітімгер, адам құқықтарының қорғаушысы, халқының қамқоршысы ретінде дүние жүзіне танымал. 27 жыл түрмеге тоғытылған Мандела бостандыққа қол жеткізілгеннен соң ел басқаруында халықтың мұң-мұқтажын өз мойнына алып, мемлекеттің ырысын кеңейтті. 2009 жылы Біріккен ұлттар ұйымының ассамблеясы оның бейбітшілік пен бостандық ісіне қосқан үлесі үшін 18 шілдені халықаралық Нельсон Мандела күні деп белгіледі. Себебі 1918 жылы дәл осы күні ұлы күрескердің өзі дүниеге келген болатын. Мандела тарихтағы алып тұлға. Ол қайырымдылық пен Біріккен ұлттар ұйымы идеяларын бойына тартқан адам. Халықаралық Нельсон Мандела күнін атап өту бұл ұйымның оның азаттық, әділдік және демократия жолында атқарған жұмысына деген алғысы деп білеміз. Негізі өз елінде халық Манделаны Мадиба дейді екен. Бұл есім қандай мағына береді? Дұрыс айтасыз. Мадиба деген Нельсон Манделаның шыққан тайпасының аты. Бұл есімді үлкенде кішіде құрметтейді. Мадиба бұл күнді өз отбасында бала шағасының ортасында өткізуді қалайтын. Халық бұл күнді өздерінің ұлттық мейрамындай африкалық қызу қандылықпен атап өтеді. Оңтүстік Африка Республикасының қазіргі президенті Джейкоб Зума халық көсемін, нағыз гуманист, тек халықтың ғана қамын ойлаған
оңтүстік африкалықтардың басын біріктірген, оларды әлем халықтарының қатарына қосқан ұлы қайраткер деп сипаттап, оның қызметін жоғары бағалаған үшін әлемдік қауымдастыққа ризашылығын білдіреді. But of course he lived the opposite of that legend. Let's come to that information now. Нельсон Манделаны саясатта салиқалылық танытып, әлем бейбітшілік үшін әрқашан жанын беруге дайын тұлға ретінде танимыз. Ал күнделікті өмірде ол қандай адам? Look, this is something that's so remarkable about Nelson Mandela. Өзі темірдей тәртіптің адамы, таңғы 5-те тұратын, тәулігіне 22 сағатқа дейін жұмыс істейтін. Нельсон Мандела жас көрінетін, себебі жас кезінен бастап әскер адамы болған. Денесін тіп-тік ширақ ұстайды, әйтпесе 80 жаста марафондық жарысқа қатысу деген мықты денсаулықты қажет етеді. Жалындап келе жатқан жастарға өнеге айтудан шаршамайды, әрқашан адам баласын жақсылыққа шақырып, мейірімділік жолында ізгілік танытуды қалайды. Мандела қазір үлкен саясатқа араласпайды, бірақ жұрт оның кешегі ісін ұмытпайды. Оның өнегелі өмірі болашаққа қызмет етіп жатыр. Қуғын сүргіннен көз ашпай, оның 27 жылын түрмеде өткізсе, соның бәрі халыққа қызмет етуге арналды. Тіпті Біріккен ұлттар ұйымының өзі халыққа жолдауында осы халықаралық Мандела күні Оңтүстік Африка Республикасының әрбір азаматынан өз уақытының 67 минутын ел игілігіне, балаларға, кедей-кепшікке арнауын өтінген. Манделаның халыққа қызмет еткен 67 жылының әр жылы үшін 1 минутты ғана қайырымдылық іске арнау көп емес шығар, бірақ жақсы ниет. His family had no priority over his life. I see. And all those 27 years, for instance, әлемнің көпшілік елдерінде маусым, шілде айларында қайраткердің құрметіне Мандела ай аталып өтіледі. Былтыр осы шараны атап өту үшін елімізге Манделаның достарының бірі келді емес пе? That's true. Mr. Ahmed Kathrada joined us. And I must share with you, he sent me an email. Дұрыс айтасыз. Былтыр Астанадағы өнер орталықтарының бірінде Нобель бейбітшілік сыйлығының лауреаты Нельсон Манделаның халықаралық күніне орай Қазақстан мен Оңтүстік Африка Республикасы жас суретшілерінің көрмесі өтті. Экспозицияда бейбітшілік пен адам құқықтарын ту еткен оңтүстік африкалық саясаткердің құрметіне арналған 70 жұмыс қойылды. Көркем сурет көрмесінің тұсауын Манделаның серігі, Оңтүстік Африка Республикасының саяси қайраткері Ахмед Катрада ашты. Ол кезінде Манделамен бірге 26 жыл бойы түрмеде отырды. Тар қапаста уақытын құр жібермей 4 жоғары білім алды. Кейін оның саяси кеңесшісі болды. Ол Манделаға тағылған айып бойынша өмір бойы бас бостандығынан айыру жазасына кесілген болатын. 1989 жылы Ахмед Катрада елдегі жаңа басшылық Африканың ұлттық конгресінің мүшесі болды және Оңтүстік Африка Республикасының коммунистік партиясында қызмет атқарды. 1994 жылы алғашқы демократиялық сайлауда парламент депутаттығына сайланды және Манделаның саяси кеңесшісі болып тағайындалды. 1991 жылы парламенттік қызметін аяқтады. Яғни Нельсон Манделаның жақын досы серігі. Ахмед Катрада Астанада ұйымдастырылған шараларға разы болып, қазақ халқының қонақ жайлығына тәнті болды. Әлі күнге дейін сол уақытты қуанышпен есіне алып отырады. About the celebrations and the events that you have organized yourself. Бұл маңызды датаны бүкіл әлем тойлап жатыр бүгінде. Ал биыл елімізде қандай нақты шаралар ұйымдастырылды? Also all the events that are related to the Nelson Mandela Day. Look, firstly, we started off with the religious organizations. Оңтүстік Африка халқы аты аңызға айналған тұлғаның мерейтойын салтанатпен атап өтуде. Елдегі миллиондаған мектеп оқушылары сабақтарын өздеріне жарқын өмір сыйлаған тұлғаны
туған күнімен құттықтаудан бастады. Мандела ғұмырының 67 жылын белсенді қоғамдық және саяси қызметке арнаған. Осыған орай бүкіл ел аумағында 67 қайырымды іс атты акция өтті. Осы күні әркім 67 минут уақытын қоғамға қызмет етуге арнауы тиіс. Көптеген елдерде маусым-шілде айларында Мандела айлығы өткізіледі. Қазақстанда да Нельсон Мандела айлығы деген атаумен арнайы шаралар басталып кетті. Шара шеңберінде Астанада мектеп шәкірттері, балалар үйінің тәрбиеленушілері асфальтқа сурет салды. Ниет білдірген кез келген бүлдіршін қатысты. Бүлдіршіндер тура 67 минут сурет салды. Сондай-ақ мешіт, шіркеу секілді діни нысандарға барып, Нельсон Манделаның тезірек сауығып кетуін тіледік. Яғни топ-топ болып барып дұға оқып ниет білдірдік. Барша қазақстандықтарға айтарым, әр жұма сайын мешітке барып, Нельсон Манделаның сауығып кетуін тілесеңіздер, нұр үстіне нұр болар еді. Негізі мұндай шаралар тек елордада ғана ұйымдастырылады ма, әлде басқа аймақ өкілдерінде атсалысу мүмкіндігі бар ма? In East Kazakhstan, we have had an art exhibition. Әрине, Алматы қаласында мұндай шараларды жиі ұйымдастырып тұрамыз. Осы аптада бұл күнді елордада кеңінен атап өтсек, келесі аптада Алматыда тойлаймыз. Сондай-ақ біздің елшіліктің іс-шараларына Шығыс Қазақстанның өкілдері де белсене қатысады. Мәселен, былтыр Өскеменнің сол жағалауында орналасқан Шығыс Қазақстан облыстық сәулет этнографиялық және табиғи ландшафттық мұражай қорығының үлкен көрме павильонында Оңтүстік Африканың келбеті атты тақырыппен Нельсон Манделаға арналған халықаралық көрменің ашылу рәсімі болып өтті. Бұл көрменің жобасын Оңтүстік Африка Республикасының Қазақстандағы елшілігі мен облыстық мәдениет басқармасы және облыстық мұражай қорығының ұжымы бірлесіп даярлаған болатын. Көрмеге Нобель сыйлығының лауреаты Нельсон Манделаның өмірбаянынан сыр шертетін суреттер, қазіргі Оңтүстік Африка Республикасының келбетін айшықтайтын фотосуреттер, сәндік қолданбалы шығармашылық бұйымдар, балалар салған суреттер қойылған. Ерекше ұйымдастырылған көрме нәсілдік кемсітушілік үстемдік құрып тұрған шақтағы адам құқығы жолында күрескен белгілі саясаткердің өмірінен сыр шертеді. Дұрыс айтасыз, Нельсон Мандела адам құқығын қорғау жолындағы қаһарман. Енді сіз өзіңіз жұмыс бабымен еліміздің бірнеше қалаларында болыпсыз. Алған әсеріңіз қандай? It's so important for people in Kazakhstan to understand. Осы жылдар ішінде Қазақстанның бірнеше аймақтарында болдым. Көптеген кездесулерде облыс басшылары мен аймақтардың даму және екі жақты мәдени ынтымақтастықты одан әрі жетілдіру бағыттары жайында әңгімелестік. Екі елдің ірі әрі ұзақ мерзімге жоспарлаған көптеген жобалары бар. Мен Қазақстанға келгеннен бері бір ойды қайта-қайта айтып келемін. Президент Нұрсұлтан Назарбаев Махатма Ганди мен Нельсон Манделаның ізімен жүреді. Сондықтан біздің елдеріміздің көшбасшыларынан басқалар үлгі алса игі болар еді. Ambassador, thank you very much again for your talk. Өзек жардыға келіп, пікіріңізбен бөлісіп, сұхбат құрғаныңызға рахмет. Жұмысыңызға сәттілік және екі ел ынтымағының одан әрі нығаюына тілектеспіз. Thank you, рахмет. 1999 жылы мемлекет басшылығынан кеткен Манделаны оңтүстік африкалықтар әлі күнге дейін мәртебелі президент деп атайды. Ол қоғамдық қызметінен қол үзген жоқ. Ауыр сырқатына қарамастан 95 жастағы қайратты көшбасшы әлі күнге дейін адам құқығы үшін және кедейшілікке қарсы күрес жүргізіліп келеді. Біз өзек жадыны осы жерден қайырамыз. Ұлттық арнада қайта жүздескенше аман сау болыңыздар.